Түс ауа мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жаңа тағайындалған премьер-министр Асқар Маминді кабинетіне ертіп барып, орнына отырғызды. Жауапкершілігі мол қызметте табыс тілеп, алға қойған міндеттерді мінсіз орындауын тапсырды. Асқар Мамин өз кезегінде президент жүктеген тапсырмаларды асқан жауапкершілікпен іске асыруға бар күшін жұмсайтынын айтты. Асқар Маминнің үкіметінен көпшіліктің күтер үміті көп. Бұл жаңа тағайындалған үкімет басшысы туралы саясаттанушылардың айтқан пікірі. Шыны керек, жаңа үкімет ел тұрмысына оң өзгеріс әкеледі деген үміт әркімнің көкейінде жүр. Ақмола облысында туып, осы елдің ауасын жұтып, суын ішкен, саяси салмағы зіл батпан Асқар Маминнің министрлер кабинетіне жүктелетін міндеттер бір парасын Ғабит Бөкенбай жүктеп көрді. Асқар Мамин тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 11-ші премьер-министр. Жаңа үкіметтен елдің үміті көп. Ең алдымен әлжуаз топ өкілдерінің жағдайын жасап, олардың мәселесін шешу Маминнің мойнындағы жүктің ең ауыры. Қысқасы, жаңа үкіметтің қателесуіне жол жоқ. Ең алдымен бұл енді менеджер, өте тәжірибесі мол мықты менеджер. Бүгінгі үкіметтің ең үлкен міндеті ол біріншіден ол әлеуметтік жағдайды қалпына келтіру. Әлеуметтік қорғалмаған топтарға жағдай жасап, олардың қорғалуына тиімді бағдарламалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Екіншіден, ол жұмсалатын қаржыны тиімді қолдану. Көп балалы ана, әлеуметтік жағдайы төмен отбасы, жұмыссыздық, күн тәртібіндегі басты мәселелер. Билік халықпен ортадағы делдал арқылы емес, тікелей диалог орнатып, тіл табысу шарт. Ұзын сөздің қысқасы, халықпен үкімет арасындағы байланыс үзілмеу керек. Мінез керек, білім керек, сосын жұмыс істеу білу керек. Соның бәрі ода бар деп ойлаймын. Сондықтан ертең соның бәрі үкіметте керек болады. Азаматтық позициясы бар, мықты азамат деп ойлаймын. Сосын ол мынау Қазақстан темір жолында істегенде, оны біраз үлкейтіп, жай транспорттық компаниядан үлкен логистик компания қылып шығарды. Асқар Мамин как раз отвечал в правительстве. Асқар Мамин бұрынғы үкіметте халықаралық қарым-қатынасқа жауапты болды. Экономикалық, логистикалық байланыстардың баянды дамуына үлес қосты. Бұл еліміздің экономикалық дамуына тікелей әсер ететін маңызды сала. Мықты менеджер, стратегиялық қабілеті басым, мінсіз атқарушы. Бұл саясаттанушылардың Асқар Маминға берген мінездемесі. Ол еңбек жолын жеке бизнестен бастап, Астана әкімі Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы министр, вице-премьер қызметін атқарды. Үкілеген үміттер үкіметі деп ат қойылып айдар тағылған биліктен бұқараның күтері көп. Ал нақты нәтижені уақыт көрсетпек. Ғабит Бөкенбай.